Жүрегіңде тыныштық болмай, көңілің құлазыса, табиғат үніне құлақ сал. Ондағы әсемдік пен тыныштық орынсыз айтылған миллион сөзден артық. Өзіңізді кінәлі сезінуге итермелейтін адамнан сақ болыңыз. Өйткені ол адам сізді басқарып, өз дегеніне жетуді аңсайды. Өміріңізде орын алатын өзгерістерден қорықпаңыз. Өйткені ол сізге нағыз керек кезінде келеді. Сізді тонап кеткені, біреулердің ренжіткені қорқынышты емес. Ең қорқыныштысы осындай келеңсіздіктерді өмір бақи ұмытпай, есте сақтауыңызда. Бойыңыздағы жаман қасиеттеріңізден бүгін арылыңыз, ертең кеш болуы мүмкін. Адамдар болашақты ойлаймыз деп бүгінін ұмытады. Олар ешқашан өлместей күн кешеді. Ал өлім сәті келгенде ешқашан лайықты өмір сүрмегендерін түсініп жетеді. Егер біреуді жек көрсең, демек ол адам сені жеңіпті. Биік шыңдарды бағындырғысы келген адам алдымен алдындағы кішігірім тастарды тазартсын. Шын мәнінде өмір өте оңай, біз өзіміз оны қиындата түсеміз. Кек аламын десең, екі көрғаз. Ақылды әйел күйеуін емес, өзінің сыртқы келбетін түзетуге тырысады. Егер қалағаныңа қол жеткізгің келсе, осы 6 нәрседен аулақ бол. Ұйқы, еріншектік, қорқыныш, ашу, сенімсіздік және қыдырымпаздық. Өзіңіз жақсы көретін іспен айналысыңыз, сонда сізге өмір бақи жұмыс істеуге тура келмейтін болады. Уәде беруден бұрын оны орындай алатыныңа көзің жете ме? Соны ойлан. Өйткені орындалмаған уәде мойныңда қарыз болып қалады. Егер сені біреу қатты ренжіткісі келсе, демек оның өмірі сенікінен де қиын. Өзгенің қатесімен емес, өз қателігіңізбен алысыңыз. Өміріміздің бастауы мен соңы махаббаттан басталады. Махаббатсыз өмір жоқ. Себебі нағыз дана адам ғана махаббат алдында бас иеді. Бұрын адамдар өздерін дамыту үшін оқитын, ал қазір өзгелерді таңғалдыру үшін оқитын болды. Сені өзгелер түсінсе, бұл бақыт. Сені жақсы көретін жанның болуы үлкен бақыт. Ал дүниедегі ең үлкен бақыт өзіңнің біреуді шын көңілден сүюің. Болмашы нәрсеге төзімсіздік таныту ұлы істерді жояды. Біреудің жанашырлықпен айтқан ақылын әрең тыңдаймыз, бірақ біреуге ақыл айтуға алдымызға жан салмаймыз. Әңгіме айтуға тұрарлық адаммен әңгімелеспеу өзіңе жақын адамыңды жоғалтқанмен тең. Ал әңгіме айтуға лайықсыз адаммен әңгімелесу алтын уақытыңды жоғалтқанмен тең. Ақылды адам жанашыр жанды да алтын уақытында босқа жоғалтпайды. Алға қойған мақсатыңызға жету мүмкін еместей көрінсе, мақсатыңызды емес, оған апаратын жолды өзгертіңіз. Мен бұрындары адамдардың сөзін тыңдап, ісіне сенетін едім, ал қазір олардың сөзін тыңдап,
істеген істеріне алыстан баға бере аламын. Адам көп нәрседен науқастануы мүмкін. Біреулер суықтан ауырса, біреулер қайғы мен қиыншылықтан ауырады. Ақылды адам өз өмірінде мына 3 нәрседен қашады: жас кезінде құмарлықтан, ер жеткенде жанжалдан, ал қартайған шағында ашкөздіктен. Тек ақмақ қана өзінің қатып қалған ойынан ешқашан бас тартпайды. Ешқашан қайтып келмейтін 3 нәрсе: уақыт, мүмкіндік және сөз. Адамдардың мені түсінбегендеріне емес, мен оларды түсіне алмағаным үшін қапаланамын. Айналаның бәрінде сұлулық бар, бірақ мұны бәрі байқай бермейді. Ешқашан құламаған адам мықты емес, құласа да орнынан қайта тұрған адам мықты. Адамның қолы жетпейтін 3 нәрсе: жоғалтусыз қадіріне жету жоқ, адасусыз білім жоқ, қорқынышсыз батырлық жоқ. Мен есіткенімді ұмытып кетемін, көрген нәрсемді есте сақтаймын, істеген нәрсемді түсіне бастаймын. Не істеу керек екенін біле тұра істемеу ең үлкен қорқақтық. Өз қатесін біле тұра түзетпеген адам тағы да бір қателікке бой алдырды. Сөзің әділ, ісің сенімді болсын. Қарапайымдылық адам бойындағы ең асыл қасиет. Өзің қаламағанды өзгеге де тілеме. Қиындыққа арыздану оны 2 есе көбейткенмен тең, ал оған мән бермеу оны тамырымен құрту деген сөз. Дана өз қателігіне ұялғанымен оны түзетуге ұялмайды. Заң бола тұра кедей болу ұят нәрсе, ал заңсыздық бола тұра бай болу одан да ұят. Жоғары шенім жоқ деп қапаланба, жоғары шенге лайықтымын ба деп бас қатыр. Баршаңызға алғыс. Каналға тіркеліп, лайк басып пікір білдіруді ұмытпаңыздар. Көріскенше күн жақсы.